Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендер? Менің каналыма жаңадан тіркелген оқырмандар, қош келдіңіздер. Бүгін мен видеороликте сіздерге маша медведьті жасап көрсететін боламын. Өте қарапайым түрде, әрі оңай жолмен жасауды көрсететін боламын. Мен әдеттегідей өзімнің керекті мастикаларымды дайындап алдым. Бірінші сіздерге қоңыр түстен аюды жасап көрсететін боламын. Осылай бірінші басын жасап шығарып аламын. Міне, осылай аяқтарын шығарып алдым. Мастикамыз жұмсақ болғандықтан өзінің қалпын ұстап тұру өте қиын, өте жұмсақ. Ашықтау түсті алдым мен. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Енді осыдан аузын, көздерін жасаймыз.
Мінекей, біздің аюымыз дайын болды. Енді біз машаны жасаймыз. Маша ол аюдан өте кішкентай, сондықтан көлемін кішірек етіп аламыз. Қолын жасаймыз. Бұл бізде қолы, аяғы дайын. Енді басын жасап, орамалын жасаймыз.
Біз қазір мұрнын жасап шығарамыз.
артынан орамалын жасаймыз. Осылай кесіп алдым. Қатты ұзын емес. Етіп алыңыздар. Бізде осылай тұру керек. Клейімізді жағамыз. Дәл осылай ораймыз. Бізде басы да дайын. Артық жерлерін кесіп тастасаңыз болады осылай. Қолын ұмытпаймыз. Енді басын финаластырамыз. Мінекей біздің машамыз дайын. Мастикамыз өте жұмсақ, сондықтан осылай отырып қалып жатыр. Негізі аюды сәл жоғарырақ, биігірек етіп жасау керек еді. Өкінішке орай мастикамыз өте жұмсақ болғандықтан осылай шықты. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Өте қарапайым жолменен, оңай жолменен сіздерге жасалуын көрсеттім. Егер де
менің осы видеоролигім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.